сағат 7-ден 20 кетті уже. Достар, бізде қазір бірінші сағат бітті. Бека бүгін кезекші. Дұрыстап істер жұмысындай. Сәлемет апай. Али, 150 теңге қашын қайтарасың маған? Жаңғыр мен Бека аяқ киімін ауыстыра тұр. Достар, Рамазан самый жесткий шалбан бар. Так, нормально. Так, достар, барлығына сәлем. Менің очередной келесі видеома қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге арнап мен өте керемет влог түсіретін боламын. Ертең мектепке барамыз. Короче, достар, менің влогтарымды білесіздер ғой, өте қызықты, өте бір андай сочный, мощный, өте ұзақ влогтар екен білесіздер. Сондықтан, достар, дәл қазір видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Сонымен қатар, достар, мен өзіме жаңадан керемет инста парақша аштым. Дәлде, достар, барлығымыз мен инстаграмнан тіркеліп кетейік. Не дегенмен менің почти 300 подписчигім бар, сондықтан инстаға хотя бы 1000 подписчик болса, қазір бір 201-ден инстада маған жазып тіркеліп лайк басыңыздар, мен де сіздерге ответ жазатын боламын. Ал біз видеомызды енше бастай береміз. Влогымызды бастаймыз енше. Кеттік. Бой, достар, пенальти. Как ж так вышло-то, блядь? Роналду екінші голын соғам екен. Сказочный долбоёб. Голлясё, достар, көрсетіп қараңыздар. Екінші қол соқтым намайшы. Так, достар, мен FIFA ойнап болдым. Енді қазір жатырмын, что-то ішім жосқы пысыватыр, ішім деген пысыватыр. Ты чё, ебанутый? Достар, Али звондап отыр, маған однокласснигім. Жайдебен, Али! Чё там, Али? Не болды? Нормально. Мен үйде жатқам просто. А чё, не болды? Ақша жоқ менде, ақша жоқ. Шықпақ ма далаға? Далаға ма? Еще камераны ашық, батаға влог түсіріп. Мен и так влог түсіріп бассам, может бағана. Қазір түсіріп жатырмын. Қойш? Давай онда қазір шығам. Сен келгенде звондасай маған. Все, мен уже келдім. Все, мен қазір онда кейін шығам. Давай, күтіп. Базар жоқ, достар, ішім пысып жатыр еді, маған Али звондады. Қазір шығамыз, кішкене велосипед тебеміз дегендей. По городу движение, печенье, головокружение, қыздарики. Енше, достар, біз киінеміз, ал кеттік. Так, достар, үйде киіп жүрген киімім не очень. Енше, бір переход жасау керек болып отыр, срочно кеттік. Думаю, вот это вот другое дело. Қызыл қасқа кір болып қапты. Бірақ на готове, Бека на готове. Выходим. Все, шықтым. Че там, Али? Қалайсың? Аңды сөз қандай? Да. Міне Алидің велігі. Мен шықтым енді, наконец-то. Что-то жел азып қапты, соны үрдік. Қазір енді веліктің кішкене жүрдіріміз, бір-екі сағат. Ёмар. Камераны ұмытып кетіп қойдым. Так, потихоньку двордан шығып жатырық. Қасымда Әлібек, ой, Али деген ғой. Так, достар, короче, біз Али екеуміз велосипедпен ауысамыз деп шештік. Мен Алидікін әдеймін, Али менікін әдейді. Сөйтіп айдап көреміз енді. Достар, мен Алидің велосипедінден бір түрлі кішкентай, ё-моё, бірақ күлкілі бір жағынан ше. Мопед айдап тапқан жақсың. Қазір амбар жақтамыз міне. Бүйтіп көрсетесің ғой да велосипедті. Кәдімгідей күттай, әне Али менің велосипедімен келе жатырмын. Ох, мощный. Алиға жарысады кәдімгідей. Қазір сол велосипедмен серуендеп жүрміз, сосын может велосипедті үйде тастап жаяу шығатын шығармыз. Достар, өкінішке орай біз қазір велосипедті тебе алмаймыз. Беканың велосипедінің артыңғы дөңгелегінің камерасы тесілген. Сондықтан біз қазір өкінішке орай велосипедті тебе алмаймыз.
Так, достар, Бека үйге кетті. Қазір 1-2 минуттан кейін қайтып шығу керек. Және біз ары қарай влогты қалай жалғастырамыз, соны ойластырамыз. Все, достар, мен далаға шықтым. Енді мен белгісізбін. Бізге Жәңгір қосылды тағы да. Не дейді? Салам алейкум деп қояды. Короче, екеуді великпен, мен аяқпен, короче. Что там, как прикол? Ой, бой. Короче, достар, біз қазір үшеуміз, и қазір переходтан кейін біз 4 адам болып кетеміз. Так, достар, біз енді төргеміз, қасымызға ара қосылып. Что там? Достар, вы, наверное, в шоке, но мен Алин велигін алып алдым. Ана жақта Жәңгір өз велигінде, және Али Арман велигіне отып алды. Достар, короче, Арман срочный жұмыстармен кетіп қалды, және де қазір Али Жәңгірмен отырды. Ё-моё, эй, орып. Короче, қазір достар, Сармат дегенге дворға барамыз, Алидің орнына. Содан кейін сіздерге ары қарай сөйлесетін боламын. Наконец-то өйтіп Сарматқа жеттік. Али, вот, чё, как тебе? Жаңағы великте отырған қиын ба екен? Нормально, нормально. Арман келді и Жәңгір. Мында біріншілер короче, Димаш там, сосын Дигдар. Ну, короче, қазір білмеймін, футбол ойнаймыз ба, волейбол ойнаймыз ба. Тағы бір біріншілер жүр. Так, достар, қазір Бека мен Жәңгір күресінде отыр. Күреске же қызық үшін енді, достар. Все, давайте комментарийға жазып жіберіңдер, кім ұтатынын. Меніңше Жәңгір ұтады, меніңше Жәңгір ұтады. Все, давайте, 1-2-3, бастаңдар, да. Давай, резкий нокаут, давай, оп. Давай. Бека, шала алмайсың аяғынан. Все, достар, Жәңгір құлатты. Жостыққа шашып кеттім, достар. Басына көрші қадам да, короче, оға. Айналып весім алып кетті. Базы жоқ, әдем кетті пайды. Все, давайте, достар. Достар, наконец-то келдім, кәдімге шашып кеттім енді. Қазір енді бірден душқа түсіп кішкене шаштың бәрі порядкқа келтіру керек. Примерно, достар, су толып жатыр, тап-таза, короче. Енді қазір осы суға түсіп, рахат алатын боламыз, ыстық суда жатып. Душқа кірместен бұрын душта жейтін тамақты алып аламыз холодильниктен. Холодильникте не бар екен, таксыз деп іздейміз. Ештеңе жоқ жейтін, ештеңе жоқ. Вроде бы холодильник толып тұр, но ештеңе жоқ жейтін. Не жейміз? Толған варенье, паренье, ё-моё. Так, достар, наконец-то мен жуып болдым. Шашым бәрін, короче, нормально қылып реттеп алдым. Енді ертең сабақ, сол мектепке заттарымызды реттейміз. Ертең бізден керемет сабақтар болады. Алғашқы сабақ бізде геометрия. Геометриядан кейін егерде қателеспеймін, информатика. Содан кейін кәсіп және бизнес негіздері. Содан кейін ДШ, содан кейін физика. Физикадан кейін бізде география болады. Ал географиядан кейін бізде жаңа геометриядан қайттан факультет қосымшасы. Сосын ертең бізде дене шынықтыру бар, ДШ, физра. Соған киімдерді сұрастырып қойыңыз. Чтоб таңертең бізде барлығы дайын болды. Осымен болып, біздің мектепке апарып рюкзак дайын. Қазір ұйықтаймыз, жатып себебі уже сағат түнгі 12 болды. Таңертең таңғы 6:30-да тұрып, реттейміз заттарымызды, киім, анау. Ал енді мен ары қарай таңертең түсіремін, себебі қазір өте қатты шаршап тұрмын, ұйқым келіп тұр. Так, достар, қайырлы таң. Біз шықтық, сағат 7-ден 20 кетті уже. Қазір енді мектепке бару керек. Бізде 25-ақ минут қалды. Вообще негізі біздің мектептің істеген дұрыс болмады. 7:45-те сабақ басталады. Мен ойымша вообще не в тему. 8-де бастала берген дұрыс деп ойлаймын. Қазір бізде погода деген жып-жылы керемет болып тұр. Четверг бүгін 15 ма, 16 ма сондай. Сонымен қатар мен инста парақшама жазып отырыңыздар. Ана жақта новый инстаграм, короче, посттар салып там анамнан стористер түсіремін, так что тіркеліп кетіңдер. Барлықтарына жауап беріп сөйлесетін боламыз. Қазір мына ұзын жол тропинкамен өтеміз, полностью тротуарлармен. Сосын оңға, солға бұрылып, короче, мектепке жетеміз. Мына жақ жап-жасыл керемет болып тұр. Бұл жақ вообще жазда негізі күшті болады. Қазір көрі сарғайғаннан бәрі түсетін болады. Мына жақ аппақ әдемі болатын болады. Мектепке келдік, киімдерімізді салып жатырық. Қазір Али келсін, Алимен сосын түсіретін боламыз. Али өте күшті түсіреді негізі. Достар, бізде қазір бірінші сабақ бітті. Геометрия, жаңа тақырып. И
информатика сабағы қазір. Басқа кабинетке көшеміз. Бека бүгін кезекші. Дұрыстап істер жұмысындай. Актовый зал, достар. Бека уже информатика кабинетіне кетті. Бізде информатика бөлек болады. Екі топта. Өкінішке орай мен оның тобында емеспін. Бізде басқа жерде болады. Біздің кабинет. Все, біз сыныпқа кіреміз. Сынып босады. Сәлемет апай. Давай. Окей. Все, достар, біздікі сабақ. Давайте. Потом 45 минуттан кейін. Достар, бізде қазір повезло. Неге повезло десеңдер, екі топ қазір бір кабинетте болады. Бізде себебін айтпады, бірақ бүгін екі топ бір кабинетте болады деп айтты. Қазір мен сол бекаларды шақыруға кетіп жатырмын. Ал олардың кабинеттері мен білмеймін қайда екенін. Бека. Бір кабинетте болады демей, жүргеттік. Давай. Али мен тауып кетіп алып, мені сыстырамайды екен әлі бауырым. Жоқ, біз келеттік. Как обычно, Бека. Кешегі мен жасаған сайт па? Біздің сайтымыз, біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым білімді игеруге, жаңа машықтар. В общем, ана сөз. Достар, біз информатика өтті, екінші сағат. Қазір біз асхана қарамыз. Мен не ішіне алмайсыз, менде ақша жоқ. Али аламын дейді ба, білмеймін әлі. Жоқ, алмайым. Біз Алимен жаңа информатикада ұрысып үлгердік. Жына бауырым вообще, блин, қарсы шыға береді. Ағасына қарсы шыға береді. Біз қазір асханаға барамыз, короче. Али, 150 теңге қашан қайтарасың ба? Достар, әділетке ас болсын деп тілеп жіберіңіздер. Бізде қазір кәсіпкерлік және бизнес сабақ болып отыр. Ағай сабақты өте жақсы түсіндіреді. Ага, я уже боюсь, да, я присяду. Закончить 3 уровня корейского языка, освоить английский до автор интермедиат, начать подготовку файлов и топик, закончить проект ГИБОС-МСД, сдать экзамены, подать документы в университет, продолжать изучать корейский, прочитать 10 книг, закончить 10-ку как отличия, участвовать в научных конкурсах и проектах, построить новый университет. Как зовут вас? Жансая Рахмет. Достар, бізде қазір тұршы, дене шынықтыру. Қазір біз шегіреміз. Достар, бізде короче қазір дұршы сабағы болады. Дұршыда қазір біз футбол ойнаймыз ба? Давай, әке тезірек күніміз сапасақ. Да, жып-жылы, ё-моё, достар. Так, достар, давай қашық. Базарда қазір футбол ойнаймыз. Аяқ деген аячи. 30 ғана тапсырып қане? Иә, алайсы алып. Я 100 бен 60-та тапсырып түспеу керексіңдер ғой сендер. Оны білейін, камера қосып қоятсың. Алып. Ол не? Өшір. Так, достар, міне купылға кірдік. Купыл осындай. Оля, короче, қазір футбол ойнаймыз. Біз как положено, екінші сменка бар, футбол арналған. Кроссы, шортик, портик. Қазір футбол ойнаймыз, міне жігіттер дайындалып жатыр. Алан, Хамзеев, Шәңгір, Расул. Қазір футбол ойнаймыз, басқасын прям по ходу ше. Бәрін алып тұсау керек қой. Достар, бізде дұршы бітті. Бека, да айтқаны. Ана, сама қойшы. Да, правда. Сулифа. Надоело это уже.
Шаршатады қазір. Достар, әділет читер ол, всегда атасың. Сулейпа, 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 Сулейпа. Қайтып әділет ұтты. Бәріміз қалайыз, конкретно бәріміз. Сулейпа. Сулейпа. Ема, Нұра! Нұра! Давай, камераға конкретно. Достар, Рамазан самый жесткий шалбан қойған адам. Жоқ. Хамди қайсың? Да, это жестко. Достар, бізде қазір география сабағы. Әділетсізден тапқан жатыр. Все, достар, бізде сабақ бітті. Қазір үйге қайтамыз. Қатты шаршап тұрық. Мен білмеймін, бірақ Бексұлтан шаршап тұр, өзіме өзі айқайлап жатыр, жарымына ұқсап. В общем, қуады ол. Все, достар, сабақ бітті. Бека басқа жақта жатыр, мен басқа жақта тұрам. Мен былай кетем, Бека былай кетеді. Енді видео жалғасын Бека түсіретін болады. Мен ол кадрларда болмауым да мүмкін. Сондықтан сау болыңыздар. Лопс, Дженнифер Лопс. В общем, достар, сабақты кәдімгі шашып кеттік. Бүгін мен вообще андай әліге возможность бердім сіздерге көрініп, сіздерден бір какой-то бір сынақты өтсін дедім. Егер де Алидің түсіргені ұнаса, лайктарыңызды басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге влог ұнады деген ойдамын, влог ұнаса лайктарыңызды басып арнайы жазып отырыңыздар. Ал бізден үйге қайтамыз. Мына желдің аты